Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де бүгінгі жасайтын тағамымыз, бүгін маковый булочка жасаймыз. Ең алдымен бізге бисмилля деп жұмыртқа керек. Жұмыртқаны бөлме температурасында болу шарт, жылы болу керек. Енді осы жұмыртқаны жарып араластырамыз, және де оның артынша 3 қасықтай шекер саламыз. Үлкен қасықпен сала беріңіздер. Осылай шекерімізді салып, ерігенше араластырамыз. Осылай араластырып аламыз әбден. Сосын артынша сүт құямыз. Менде бір орта кесе сүт құйдық. 200 грамдай көптеу құйдым. Енді оған дрожь саламыз кішкене қасықпен, және де тұз саламыз. Тұз салып араластырамыз. Әбден араластырып алайық. Сосын артынша біртіндеп жаңағы майымызды құямыз. Майымызды 5 қасықтай құямыз. Сұйық май құясыздар. Енді оны тағы араластырамыз. Енді ұнымызды жайлап біртіндеп сала бастаймыз. Ұн електен өткен ұн. Енді осы ұнды жайлап араластырып, қасығымызбен араластыра отырып ұнды саламыз. Менде сұйығы көптеу болған соң ұнды көбірек саламын. Қанша сұйығы көп болса, ұнды сонша көп саласыздар. Осылай ұнымызды араластырып, жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Енді осылай салдық. Енді қолымыздың көмегімен қамырымызды әбден жан-жағын жинап, осылай жақсылап тұрып қамырымызды илеп аламыз. Жұп-жұмсақ қамыр шығады достар. Енді жаңа тестасына қарап саластар, тұзды да, жаңа сұйығы көптеу болса, ұнды да көптеу саластар. Осындай жұмсақ қамыр шығады. Енді 2-3 сағатқа орамалға орап, жылы жерге қойып қоясыздар. 2-3 сағаттан кейін ашып, әдемі болып көтеріледі. Осылай бөліктерге бөліп аламыз сосын. 5-6 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, әдемі болып тұр. Сіздер көргендей, көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болған қамырымыз. Енді бұны біртіндеп жайып, тарелкамызға орналастырамыз. Осы жайып болған соң бетіне майды жағып тұрамыз. Әр бетіне майды осылай жағып шығамыз. Жұп-жұмсақ болып шығады. Осылай қамырды жайып орналастырып аласыздар. Достар, описание бөліміне жазып кетемін. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет, бір жасағаннан әдемі болып шығатын тоқаштар. Және достар, арасына май жағып жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай майды алдын ала холодильниктен, мұздай жерден алып қоясыздар. Осылай жылы болып майымыз еріп тұру керек. Орташа еріп, осылай қамырымызға жаямыз. Арасына жағып жіберіп, осылай бөліктерге бөліп тарелкеге орналастырып қоямыз. Осылай енді орналастырған қамырымызды бетін майлықпен жауып, бір 10-15 минутқа қойып қоямыз. Өзі көтеріліп, әдемі болып сіңіп, майымыз көтеріліп тұрады. Сосын ары қарай жасай береміз.
Енді көтерілген қамырымызды алып, енді осыны оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Ұзын жаңағы оқтауларыңыз болса, сонымен жайып алыңыздар. Осылай жалпақ, домалақ, тәріздес қамыр шығады. Жұқа қылып жая беріңіздер барынша. Осылай шет-шеттеріне дейін жайып, тегістеп аласыздар. Bir текті қылып жайып алыңыздар. Осылай жайып алдық. Енді бұған бетіне мак себеміз. Макты сеуеміз. Енді макты сеуіп, енді кесетімен кесіп аламыз. Енді жаңағы форма шығарамыз. Осылай кесіп алып, осылай кесетімен кесіп формасын шығарамыз. Осылай бөліктерге бөліп аламыз. Сосын орап пештің ыдысына саламыз. Өте керемет және де оңай әрі тез болады. Балалар қызыға жейтін булочкалардың бірі. Осылай жасап көріңіздер, жасап жеңіздер. Осылай кесіп жүріп, осылай жасаймыз. Осындай болды. Енді біртіндеп салып, пештің табанымызға бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градусқа бір 25 минут, 30 минутқа қойып қоясыздар. Енді пештеріңізге қарайсыздар. Әркімнің пеші әртүрлі. Мен 180 градуста 30 минутқа пісіріп алдым. Осылай бетіне жұмыртқаның сарысын жағып болған соң пешке саламыз. Осылай қызып тұрған пешке салыңыздар. Енді пештен аламыз. Bir 25-30 минут өткеннен кейін осылай пештен алып, суытып жей береміз. Өте керемет булочкалардың бірі болып шыққан. Енді арасы қуыс-қуыс болып, әдемі болып піскен. Сіздер де жасап көріңіздер, ал бізге ас болсын. Достар, менің видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.